Үй кезегінде тұрсам, қандай бағдарламаларда жеңілдік болады деп жүрсеңіз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Егер сіз сусын категориясы бойынша, сусын дегеніміз социальный уязвимый слой населения, қандай да бір категориямен үй кезегінде тұратын болсаңыз, сізге екі бағдарлама бойынша жеңілдік болады. Біріншісі жасыл ипотека, екіншісі наурыз бағдарламасы. Келесі айларда наурыз бағдарламасы басталады деп жатырмыз. Мысалы, қазір 4-ші баланы дүниеге әкеліп жатсаңыз, алда наурыз бағдарламасына қатысам деген ой болса, сіз қазір көп балалы отбасылар қатарына кіріп жатсыз ғой. Наурыз бағдарламасына дейін үй кезегіне көп балалы отбасы деп тіркеліп алсаңыз, сізге наурыз бағдарламасында 7% жеңілдік болады. Стандартты түрде пайыздық мөлшерлеме 9%. Осы видеоны таныс туыстарға жіберіп қойыңыз ағайын, бір көмегі тиіп қалар. Ал ипотека бойынша сұрақтар болса, 7%бен ай сайын төлем қанша болады, 9%бен қанша болады, неше жылға ипотека болады, қалай қатысам деген сұрақтар болса, WhatsApp нөмірге жаза береміз.